Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте оңай әрі тез жасалатын шоколадты манник пирогын дайындайтын боламыз. Бұны жасау үшін тек 4 стакан ғана ингредиент жеткілікті. Осындай жұмсақ әрі балғын, өте дәмді шаймен тез жерініп кететін пирог. Дайындасаңыздар өкінбейсіздер. Өте оңай жасалады. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Енді бізге керекті ингредиенттермен таныстырайын. Бізге електен өткен ұн мен какао, және де 1 стакан қант, 1 стакан манная крупа, 1 жұмыртқа, және де 1 стакан кефир, және 1 кішкентай стакан ертілген сармай, жарты шай қасық сода. Кефирдің жылы суық болуы маңызды емес. Жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Және оған 1 стакан қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Венчикпен немесе вилкамен, тіпті миксермен де араластыруға болады. Қант пен жұмыртқамызға осылай ерітілген майымызды құйып, оны да тағы да араластырамыз. Кейіннен 1 стакан айранымызды құямыз. Сосын ұнтақ жармасын саламыз, яғни манная крупамызды салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қойған дұрыс. Негіз 5 минутқа қойсаңыздар да жетеді, 10 минутқа қойсаңыздар ісініп, сіңіп, әдемі болып піседі. 10 минут өткеннен кейін міне сұйық массамыз осылай қоюланады. Електен өткізілген ұн мен какаоға осылай жарты шай қасық ас соданы саламыз. Ұнды бірден салмай, жай-жайдан салса, бисквитіміз жақсы көтерілетін болады. Тағы да басқа тез әрі оңай жасалатын тамақтарды көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, және де осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Кейіннен тағы да ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Духовканы осы пирогты пісіріп бастаған кезде 180 градусқа қыздырып қойсаңыздар, мына пирогты салған кезде жақсы пісетін болады. Егер сізде әсел пеш болса, онда 250 градусқа шамамен 25 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Беті пісе бастаған кезде 200 градусқа өзгертсеңіздер пеште, сонда жақсы көтерілетін болады да, бір жағы көтеріліп, бір жағы түсіп кетпейді. Пирогтың пісіп-піспегенін осылай ағаш таяқшамен білуге болады. Шығарып қараған кезде ағаш таяқшамыз құрғақ болу керек, яғни пісті деген сөз. Мен пирогыма осылай сгущенканы құйып бетіне, және де какаоны септім. Өз қалауларыңызша әрлеуге болатын. Мысалы, сахарная пудра сепсеңіздер болады. Тіпті ештеңе жоқ десеңіздер де өзін қойсаңыздар, бұл пирогтың өзінің дәмі өте дәмді. Ешқандай артық нәрсені қажет етпейді. Егер әрлегілеріңіз келсе, өз қалауларыңыз. Қараңыздаршы, даже дәмділігі видеодан көрініп тұр. Қазір міне кестім, арасын бірге көретін боламыз. Мінеки жақсы көтерілген, арасы тығыз емес. Міне даже вилкамен алғанда тез үгітіліп, өте жұмсақ шыққан аралары. Пісіруге кеңес беремін, дайындалу да тез, жасалу да оңай, әрі отбасыңызды қуантасыз.